Біріншіден мемлекеттік құпия ол кісі тікелей жауап береді. Ол кісіде құпияны сақтау шектеулері бар. Егерде ол анықталатын болса, заң алдында жауап береді. Екіншіден, бұл мәселені біз өзіміз керісінше саясиландыратын сияқтымыз. Бұны бір жеке мемлекетте, бұрынғы бір мемлекеттің қайраткері, қазіргі таңдағы зейнеткердің бір жеке визиті деп қана қарастыру қажет. Оған бір ешқандай да бір саяси бояу берудің, боямасын анықтаудың қажеті жоқ. Бүгінгі таңда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тікелей халықтың сайланған, халықпен дауыс беріп сайланған, бүгінгі таңдағы біздің президентіміздің нақты институты анықталған. Сол себептен бұны тек қана осындай форматта қарастыру. Біздегі мемлекеттік билікте шешім қабылдайтын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, сол кісінің шешімімен үкіметтің мүшелері де тағайындалады, негізгі құқық қорғау органдарының басшылары да сол кісінің пәрменімен тағайындалады, жарлығымен. Сол себептен оған ешқандай негіз жоқ. Бізде Қазақстанның конституциясында жаңағыдай ақтың үстіне қарамен жазылғандай жазылып тұр. Қазақстан Республикасы президенттік басқару формасы, президент халықтың атынан сөз сөйлей алатын, шешім қабылдай алатын негізгі адам. Енді Назарбаев Путинге шай ішу үшін барған жоқ шығар, дұрыс па? Оның барлығында астар бар деп ойламаймын. Бұрынғы енді жоқ, ешқандай астар жоқ деп мен есептеймін. Жаңа жылдың алдындағы бұрынғы әріптесімен тек қана бір жеке визит форматында барған шығар.